Қажымұқан мен кездесу. Жайлауда қалың елді аралап ән салып жүр едім. Шүкірбек деген жігіт: "Кенен-ау, сені іздеп араламаған жайлау қалмады. Қажымұқан балуан Тоқпақ қаласында жүр. Маған Кенен ақынды тауып әкеп беріңдер" деп қатты сұрап еді. "Кәне, жүр енді, үлкен кісі, әрі алыстан келе отыр, ұят болады" деді. Өзім де Қажымұқанды көруге құмар едім. Көктен тілегенімді жерден берді. Әлгі жігітке еріп Тоқпаққа жүріп кеттім. Келсем, Көксеңгір жайлауына ақ үйлерді тіктіріп, өзі сол үйлерді аралап көріп жүр екен. "Ассалаумағалейкум" деп келіп қолын алдым. Саусағына қолым жетер емес, күрек ұстағандай болдым. Түрінен адам қорқатын. "Ау, Кенен деген сен бе? Кәне, шырқашы" деді. Мен дегеннен балуан шолақтың әндерін асқақтаттым. "Бұларды қайдан үйренгенсің?" деді. "Мен ана бір жылы ауылға келгенде үйреніп қалып едім" дедім. "Ой, бәрекелді, енді өз әндеріңді айтшы" деді. Мен көкшолаққа салдым. Домбырамды қағып, өз тіземді өзім шапақтай отырып: "Жылдам жүрші көкшолақ, шапшаң жүрші көкшолақ, олай жүрші көкшолақ, былай жүрші көкшолақ, жамандатқыр көкшолақ, арам қатқыр көкшолақ, мені құртқан көкшолақ" деп шырқағанымда ол ішегі қатқанша күлді. Ал базармай назармайға салғанда басын ұстап жылап қалды. Сөйтсем, оның да бір баласы өліп, қам көңілді болып жүрген кез екен. Жұрт: "Ой, палуан, сізге не болды?" деп әрең жұбатып алды. Сол жолы қасында 8 күн болып ән шырқадым. Ажырасарда риза болып ақ батасын берді. Келесі шығарылымдарымызды жіберіп алмас үшін біздің арнамызға міндетті түрде жазылып